Міне мында біз кимбаптың заттарын дайындап алдық. Қазір кимбап жасайтын боламыз. Міне мында осындай жасадық. Ішінде сосиски, сыртында лаваш. Мында біз әртүрлі салаттар дайындап жатырмыз. Қазір кабачкиларды қуырып, салат дайындайтын боламыз. Ал мына жерде біз окорочканы қазір духовкада пісіріп алатын боламыз. Жарты окорочка духовкада уже пісіп жатыр. Ал мында бешбармақ пісіп жатыр. Мында бауырсақты дайындап жатырмыз. Қазір бауырсақ пісіретін боламыз. Кабачки мен баклажанды қуырып бастадық. У нас казане горит. Это, слышишь? Мында осылай баклажаннан салат дайындап жатырмыз. Міне мында біз осылай лавашты және де сосиски мен лавашты бірге қуырып алдық. Ал мында басқа да салаттарды дайындап бастадық. Мында көкөністерді дайындап алдық. Қазір бұдан да салат дайындайтын боламыз. Міне біз самсаларды дайындап болдық, яғни пісіп дайын болды. Міне біз бауырсақтарды қуырып алып жатырмыз. Мында біз жемістерді жуып дайындап алдық. Қазір кесіп, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Міне етімізді түсіріп алдық. Осылай жемістерімізді әдемілеп қойып шығып жатырмыз. Самсаларымызды тарелкаға әдемілеп қойып шығып жатырмыз. Осылай барлығын кесіп, әдемілеп қойып шығамыз. Дайын болған тағамдарды дастарханға қойып аламыз. Біз дастарханның жартысын дайындап біттік. Тек салаттарды қою ғана қалды. Қазір салаттарды қойып болғаннан кейін дастарханымыз дайын болады. Және де салфетканы қойып жатырмыз. Осылай. Міне. Қазір толығымен дайын болғанда көрсететін боламын. Дастарханымыз түгелдей дайын болды. Енді тек қонақтарды күту ғана қалды. Білмеймін. Бешбармағымыз дайын болды. Және де достар, осымен бүгінгі видео-влог аяқталатын болады. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.